Мынау кухнядағы столешница. Столешницаның үстіне бірдеме тиіп кетеді, я күйіп қалады, мынау ағаштан жасалған. Содан кейін асты ойылып, кейін мынау ісініп, одан кейін столешницаны ауыстыру керек болып тұрады. Оның ортасында плесенмен бірге өмір сүру керек. Ал плесен дейтіміз адамның денсаулығына өте зиян. Сол себептен осындай жеріңіз сізде ағаш болса, тесілсе, осындай фракциясы төмен наждачаны аласыз да, әдемілеп қырасыз. Бастысы бұл жерге су тимеу керек. Қырып аласыз да, түсетін жерлердің бәрін түсіріп тастап, осындай момент дейтін клейді алып, осында құясыз. Құйып болғаннан кейін ертесіне келсеңіз, бетін жауып қоясыз, су тимеу керек. Ертең келсеңіз, мынау клей төмен қарай түсіп тұрады. Одан кейін тағы да бір құйып қоясыз. Одан кейін тағы да төмен түседі. Одан кейін тағы бір құйып қоясыз, тура осындай жағдайға келеді. Енді қараңыз, бәріміздің үйімізде телефон бар. Телефонда осындай функциялар бар. Бұл лупа. Осылай алып көресіз. Бастысы мынау краска мен клейдің ортасында өтіп кететін жер жоқ па? Егер де клей толығымен осылай жатқан болатын болса, тура осындай жағдай болса, онда сіздің столешницаңыз ары қарай сізге қызмет жасай береді. Алла қаласа, қалай осыны шлифовать етіп, шпаклевкілеп, краскілеуді көрсететін боламын. Бұны жасау үшін арнайы маман қажеті жоқ, кез келген адам жасай алады. Бастысы уақытын созбай, мұнда су тигізбей жасап қойғаны дұрыс. Бәріңіз сәттілік.